Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай керемет пирог жасайтын боламыз. Екі бананнан жасалынатын өте тәбет ашарлық пирог болып шығады. Жасап көріңіздер. Ендеше бірге дайындайық. Алдымен осылай 3 жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантымызды салып аламыз да, аппақ болып көпіргенше миксерлеп алатын боламыз. Миксерлеп болғаннан соң, қазір ғана ерітілген сары майымыздың үстіне шоколадымызды салып, осындай ерітетін боламыз. Шоколадымыз осылай еріп болғаннан соң, ыстық күйінде емес, кішкене суытып, шамамен 3-4 минут суытуға қоямыз. Суып болғаннан соң, үстіне салып, қайта біркелкі болғанша миксерлейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, осылай біркелкі болғаннан соң табиғи балымызды саламыз. Менде табиғи балымызды салып болғаннан соң да біркелкі болып, бірдей масса болғанынша қайта миксерлейміз. Ендігі кезекте бананымызды осылай шанышқының көмегімен немесе блендермен езіп аламыз. Барынша жақсы піскен, жұмсақ банан таңдағанымыз дұрыс. Енді банандарымызды осылай қайта миксерлеп алатын боламыз. Сіздерге видеом ұнап, өз пайдасын тигізіп жатқан болса, қазақша каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, подписаться батын басып, өз пікірлеріңізді комментарияға жазып қалдырыңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Міне осылай миксерлеп болғаннан соң, ұнымыздың үстіне 1 шай қасық разрехтерімізді және 1 пакет ванилинімізді салып, осы ыдысымыздың ішінде бірдей болғанша араластырып алатын боламыз. Міне осылай араластырып болғаннан соң, міндетті түрде ұнымызды осылай електен өткізіп салатын боламыз. Онда салып болғаннан соң бізге миксер қажет болмайды. Осындай кондитерский күрекшемен немесе сіздерде болмаса қасықтың көмегімен астынан үстіне қарай біркелкі болғанша жаймен араластырып аламыз. Араласып болғаннан соң менің формам 20 сантиметрлік формаға осылай жайғастырып 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне бізде бананнан жасалынған пирогымыз дайын. Иісі деген енді керемет. Негізінен мен бұл пирогқа ортасына крем жағып, торт қып істеймін дегенмін. Бірақ та осы күйінде, ыстық күйінде отбасым жеп қойды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Кездескенше.